Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. 7-ші класс алгебра 1-ші ПЖБ 1-ші тоқсанға арналған 1-ші нұсқасымен сіздерді таныстырып өтемін. Және 2-ші нұсқасында салатын боламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. 1-ші есепте өрнектің мәнін тап. 3-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі жақшаның сыртында 2 дәрежесі. Формуланы жазып өтейін. Бірінші А-ның М дәрежесі көбейтілген А-ның Н дәрежесі болса, онда дәрежелері қосылады. Егер де А-ның М дәрежесі бөлінген А-ның Н дәрежесі болатын болса, онда дәрежелер алынады. Ал егер де жақшаның ішінде және сыртында дәрежелер болатын болса, олар көбейтіледі. Міне, осы 3 формуланың көмегімен есептерді шығаратын боламыз. Бізде бөлініп тұр, дәрежелер алынады. Сол кезде бізде 3-тің 2 дәрежесі, 3-ші формула бойынша көбейтіледі. 3-тің екеуін көбейткен кезде 6 дәрежесі болады. Енді бізде бірінші формулаға келіп тұрмыз. 3-тің 8 дәрежесі. Келесі есепте бізде 4-ші формула бар. Егер де біздің санымыз теріс сан болатын болса, онда оны 1 бөлінген етіп алсақ, кезде біздің теріс санымыз оң санға айналады. Егер де төменде болатын болса, бөлшектің бөлімінде жоғарыға көтерілген кезде теріс сан болады. Оң сан жоғарыға көтерілген кезде оң сан шығады. Мына жерде біз сол 4-ші формуланы бірінші қолданып алайық. Жақшаны ашып қоямыз. N-ның минус 4 дәрежесі көбейтілген. Кез келген санның 1 дәрежесі өзіне тең. Ал егер де біздің 4-іміз бөлшектің бөлімінде тұратын болса, онда ол 4-ші формуланың көмегімен мына жерде 1 деген сан бар, жоғарыға көтерілген кезде минус 1 болады. Сонда 4-тің минус 1 дәрежесі деп алуға болады. Көбейтілген М-ның өзі бөлшектің бөлімінде тұрғанда минус еді, жоғарыға көтерілген кезде, жоғарыға өзі минус болып тұрып, жоғарыға көтерілетін болса, ол плюс болады. Минус 2-ні жазып қоямыз. Көбейтілген 6, М-ның 2 дәрежесі, көбейтілген Н-ның 6 дәрежесі. Енді бұл жерде егер де теріс санды біз 6-шы класста өттік, теріс сан мен теріс санды көбейтетін болса, плюс болады. Ал егер де теріс сан мен оң санды көбейтетін болса, яғни таңбалар әртүрліні көбейтетін болса, онда ол теріс сан шығады. Енді қарайық. Тең. Бірінші 4-тен бастайық. 4-тің минус 1 дәрежесі мен минус 2 дәрежесі екеуі көбейтілген кезде 4-тің 2 дәрежесі болады. Енді ары қарай кеттік. N-ның минус 4 дәрежесі мен минус 2-ні көбейтеміз. Сол кезде N-ның 8 дәрежесі болады. Минусты көбейткен кезде бізде плюс болады. Көбейтілген N-ның 8 дәрежесі. Көбейтілген M-ның енді минус пен плюс немесе плюс пен, яғни таңбалары әртүрліні көбейткен кезде бізде минус шығады. Сол кезде N-ның, енді бізде қалып тұрған M-ның минус 10 дәрежесі. Көбейтілген 6, көбейтілген M-ның 2 дәрежесі. Оны түгел қайтадан көшіп жазамын. N-ның 6 дәрежесі. Енді бір жинақтауымыз керек. Сол кезде мұна екеуін көбейтеміз. Бірінші 4-тің квадраты бізде 16. 16-ны 6-ға көбейтеміз. Бізде 96 болады. Көбейтілген. Енді N-дермен жұмыс істейік. N-ның
Өйткені бізде бірінші формула негіздері бірдей болып, дәрежелері әртүрлі болатын болса, ол бірінші формуламен бізде қосылады деген бар, иә. Мына жерде мынау n-дерді жинақтайық. Мына екеуі былай жазылады. n-нің 8-ге 6-ны қосамыз. Бірінші формуланың көмегімен сол кезде ол 14 болады. Көбейтілген m-нің енді m-дері қалды бізде. Мына екеуін көбейтеміз. Сол кезде дәрежелері енді қарайық. Әйтеуір біреуінің алдында, былай болыпты бізде. -10 плюс 2. Әйтеуір біреудің алдында минустан тұратын болса, алу жұмысы жүреді. Бізде -8 болады. -8 тең. Енді бөлшек түрінде жазайық. 96 n-нің 14 дәрежесі. Енді төртінші формуланың көмегімен бізде m-нің -8 дәрежесі болса, онда оны 1 бөлінген m-нің 8 дәрежесі деп жазуға болады. Барлығы формула жазуға болады. Сол себепті біз m-нің 8 дәрежесі деп аяқтаймыз. Есеп аяқталды. Енді үшінші есепке тоқталайық. Жерден күнге дейінгі қашықтық мынадай санмен берілген. Енді А тапсырмасында жерден күнге дейінгі қашықтықты метрмен стандарт түрде жазыңыз. Б тапсырмасы бойынша метрмен стандарт түрінде жазылған қашықтықтың мәнді бөлігі мен ретін жазып көрсетіңіз. Метрмен стандартты түрде жазылған қашықтықты километрге айналдырып жазыңыз. Д тапсырмасы бойынша күн сәулесінің жерге қанша секундта жететіндігін табыңыз. Жарық жылдамдығы тұрақты шама 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі метр бөлінген секунд дейді. Енді біз мына санды жазып шығайын. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 нөлді жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы біздегі жерден күнге дейінгі қашықтық осындай санмен беріліп тұрса, А тапсырмасы бойынша бізде осы санның, яғни стандарт түрге келтіру үшін біз мына формулаға көбейтеміз. А көбейтілген 10-ның n дәрежесі. Бұл жердегі А деген санымыз 1 мен 10-ның аралығында болу керек. Формуласы осы стандарт түрге келтірудің. Осы формуланы қолданамыз. Енді қайтадан жазып шығайын. Бізде 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді бізге осы стандарт түрге жаз десе, онда біз бұны былай жазамыз. 1 бүтін 10-4. Мыңнан 495. 1 бүтін 10-495. Көбейтілген 10-ның, енді санайық. Үтірді мына жерге қойдық дейік. Енді одан кейінгі сандар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни мына жерге 11 деп жазамыз. Б тапсырмасы бойынша, А тапсырма бізде аяқталды. Енді Б тапсырмасы бойынша мәнді бөлігін сұрайды, және ретін сұрайды. Мәнді бөлігі бізде 1 бүтін 10-495 болады екен. Ал реті мына санның дәрежесін аламыз. Ол 11-ге тең. С тапсырмасында метрмен стандарт түрінде жазылған қашықтықты километрге айналдыр дейді. 1 бүтін 10-495 көбейтілген
10-ның 11 дәрежесі метр. Енді бұл жерде не істейміз енді ары қарай жазайық. Километрмен 1 километрде 1000 метр бар, иә? Бұны білеміз, бастауыштан бастап білеміз. Енді 3 нөлді, яғни километрді беретін болсақ, 11-дің 3 саны азаяды. Сол кезде 1,1495 көбейтілген 10-ның 11-ден 3-ті алатын болсақ, 8 қалады. Жауабы километрді жазамыз. Немесе жоқ шамамен 1,4-тен кейінгі сан 9 болғандықтан, оны 5 деп бір санға қосуға болады. Көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі километр. Келесі Д тапсырмасында бізде секунд, яғни қанша секундта жететінін сұрап жатыр. Ол үшін S тең V көбейтілген Т деген формуланы қолданамыз. Т тең болады S бөлінген V. Енді орын-орнына қояйық. Т тең болады 1,5 көбейтілген 10-ның бізде 11 дәрежесін алсақ та болады. Немесе 8 дәрежесі. Яғни бұл жерде метрмен кету үшін метрмен метр қысқарып кету керек. Себебі біздің жарық жылдамдығымыз метр секундпен берілгендіктен біз мына шаманы жазамын. 10-ның 11 дәрежесі метр. Өйткені әртүрлі өлшем бірлік болмау керек. 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Метр мен метрді қысқартып жібереміз. 1,5-ті 3-ке бөлетін болсақ, 0,5 болады. Көбейтілген бағана біз жазғанбыз. А-ның М дәрежесі, А-ның N дәрежесі болатын болса, онда дәрежелер алынады деп көрсеткенмін. Яғни 11-ден 8-ді аламыз, сол кезде 3 болады. 10-ның 3 дәрежесі дегеніміз бізде 1000-ға тең. 0,5 көбейтілген 1000. 1000-ға көбейткен кезде бір орын жылжытқан кезде 5 болады. Қалып қалған 2 нөлді артына тіркей саламыз. Сол кезде 500 секунд болады екен. Жауабы 500 секунд. Келесі 4-ші тапсырмада стандарт түрде берілген сандарды бірінші тапсырма бойынша қосу керек, екінші тапсырмасы бойынша айырмасын табу керек. 6,45 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі және 4,5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Осы екі санды біз қосуымыз керек. А тапсырмасы бойынша 6,45 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі қосу 4,5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі тең. Яғни бұлардың дәрежелері, яғни дәрежелерінің реті әртүрлі болып тұрған кезде біз бұларды қоса алмаймыз. Сол себепті оларды бірдей дәрежеге келтіруіміз керек. Ол үшін не істейміз? 6,5 дәрежеге келтірейік. Көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі қосу. Мынау бізден 5 дәреже болу үшін мына бір санға кемейді. Алға қарай бір орын жылжиды. Сол кезде 0,45 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі тең болады. 10-ның 5 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Енді мына екі санды қосайық. 6,45 қосу 0,45. Екеуін қосқан кезде 6,10-нан, яғни 45-ге 45-ті қосақ 90 болады. 9 деп жазса болады. 0-ді тіркемей қойсақ та болады. Көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Стандарт түрге келді, себебі біздің А деген санымыз, бірден бірге тең болуға да болады.
немесе міне 10. Яғни біздің 6,9 дегеніміз осы аралықта жатыр. Сол себепті стандарт түрге келіп тұр. Бұл тапсырмасы бойынша біз айырмасын табуымыз керек. Бірден мынаны жаза салайын. 6,45 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі азайтылған 0,45 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Шақшаның сыртына 10-ның 5 дәрежесін шығарып жіберейік. 6,45-тен 0,45-ті алайық. Алған кезде 45-тен 45 қысқарып кетеді. 6-дан 0-ді алған кезде 6 болады. Көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Бұлай шартты қанағаттандырып, біздің 6 деп отырған санымыз 1 мен 10-ның арасында жатыр. Себебі бізде стандарт түрге келген кезде осы шарт орындалу керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Екінші нұсқасы да салынатын болады. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.